Әлемде кеңінен қолданылып жатқан карбон егіншілігі Қазақстанға жылына 35 миллиард доллар табыс әкелуі мүмкін. Бұл жүйе қалай жұмыс істейді, экологияға пайдасы қандай және үкімет қандай жобаларда жоспарлап отыр? Сарапшылармен бірге тарқатамыз. Қарапайым тілмен айтсақ, карбон егіншілігі ауадағы зиянды газды сіңіретін өсімдікті егу. Мұнда топырақ қабатын сауықтыру, карбон полигонын салу, биологиялық тыңайтқыштарды қолдану секілді жүйелі қадамдар бар. Бәрі ауаны тазартып қана қоймай, топырақ сапасын қалпына келтіруге есептеседі. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің профессоры Гүлсім Айтқожаеваның айтуынша, сала дәстүрлі тал егуден мүлде бөлек. Карбон егіншілігі көміртекті көбейтуге бағытталған егіншілік түрі. Мұнда жер жырту, дақыл таңдау, агроорман және жайылымды бақылау сияқты шаралар маңызды. Ғалымның пікірінше, бұл тәсілді кез келген жерде дамыту мүмкін емес. Топырақтың құрамын алдын ала талдамаса нәтиже болмайды. Демек, құнарлығы төмен топырақ көміртекті сіңіруге қауқарсыз. Сіңіргеннің өзінде ұзақ уақыт сақтай алмайды. Ол үшін заманауи агротехнологияларды қолданып, топырақтағы минералды заттарды байыту қажет. Сонда ғана топырақ көмірқышқыл газын сіңіріп, табиғи сүзгі қызметін атқарады. Бұл өз кезегінде парниктік газдың азаюына ықпал етеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, қазірден карбон егіншілігіне қажетті аймақтарды нақтылау қолға алынған. Оған қоса, биылдан бастап Қазақстанда көміртекті егіншілікті дамыту жобасы қолға алынбақ. 3 жылға жоспарланған жоба топырақтағы көміртегінің мониторинг жүйесін құруды және оны цифрлық картада бейнелеуді көздейді. Ал оған ауқымды қаржы қайдан келеді? Жауап көміртегі нарығында жатыр. Яғни ірі халықаралық агрокомпаниялар экологиялық таза көміртекті азайтатын тәжірибені таңдаған фермерлерге арнайы сыйақы төлейді, әрі халықаралық корпорациялар офсет жүйесін қаржыландыруда. Мұндай офсеттерді Google, Microsoft, Delta сынды алпауыт компаниялар сатып алып отыр. Офсет тауар, мысалы зиянды газдарды сіңіретін ағаш егіліп, уақыт өте оның қанша көмірқышқыл газын сіңіргені есептеледі. Инвестор деректі арнайы платформаға шығарады, ал компаниялар оны сатып алады. Бұл тетік әлемде көміртек нарығы деген атаумен белгілі. Халықаралық компаниялар офсеттерді сатып алу арқылы климаттық жобаларды қаржыландырып, өзінің экологиялық беделін арттыруды әдетке айналдырған. Қазақстан 2013 жылы ұлттық шығарындылар сауда жүйесін енгізген болатын. Сол кезде 1 тонна көміртек бағасы шамамен $1 деп белгіленді. Алайда инвесторлар мен шаруалардың қызығушылығы төмен болғандықтан 2022 жылы нарық тұралады. Қазақстанда ұлттық ерікті стандарттар қалыптаспаған. Еліміз реттелетін нарықта еуропалық ETS тәжірибесін, ал ерікті нарықта халықаралық мойындалған стандарттарды үйлестіріп отыр. Өткен жылы маусым айында мемлекет басшысы көміртекті офсеттерді сатуға байланысты заңға өзгеріс енгізді. Кейін құзырлы органдар мен саладағы компаниялардың тынысы ашылды. Бұған қоса соңғы жылдары үкімет салаға инвестор тартуды үдетті. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, бүгінде жүзеге асып жатқан жоба көп, алайда дені пилоттық режимде. Мәселен, агроорман мелиорация жобасы іске асуда. Жоба шеңберінде жайылымдарда көміртекті жобаның пилоттық моделі сынақтан өтіп жатыр. Алматы облысының Балқаш ауданында және Жетісу облысының Алакөл ауданында орналасқан интенсивті жайылымды қалпына келтіру басталды. Айта кетейік, Қазақстан жақында британдық компаниямен мәмілеге келді. Үкімет дерегіне сүйенсек, компания 30 жыл бойы орман отырғызып, көміртегі бірліктерін шығарады. Жоба аясында Алматы облысында 1500 гектар аумақта орман экожүйесі құрылмақ. Онда 3 миллион ағаш отырғызу жоспарланып отыр. Болжам бойынша ол жылына 26 тонна көміртегін сіңіреді. Ал экология министрлігінің мәліметінше 2 ай бұрын 2026-2028 жылдарға арналған Қазақстанда көміртекті егіншілікті енгізу жөніндегі жол картасы бекітілді. Онда топырақтағы көміртегі мөлшерін бағалау жүйесін қалыптастыру көзделген, бірақ шешілмеген түйін бар. Шаруаларды карбон егіншілігімен айналысуға үгіттеу оңай болмай тұр. Себебі елде аталған егіншілікке қажетті технология жоқ. Тіпті салаға арналған стандарттар мен сертификаттау жүйесі қалыптаспады.
Оған қоса карбон егіншілігімен айналысуға ниеттенген кәсіпкерлерге субсидия мен салық жеңілдігі қарастырылмайды. Сондықтан сарапшылар бұл тәсілді аяққа тұрғызу үшін мемлекеттік қолдау мен білім беру бағдарламасын әзірлеуді ұсынып отыр.